Bir күні бір кісі 80-ге келіпті жасы. Қатты ауырып жатыр дейді. Ауырып жатып жанындағы қызметшісін базарға жіберіпті балдарын. Жасы 80-ге келген құлды алып кеңдер маған деп, базардан сатып алып кеңдер деп. Сомен базарды іздейді, базарда жоқ ондай құл. Bir кісі келіп айтады, кешіріңіз, мен құл сататын адам едім, менен үлкен құл сататын адам жоқ. Менің білетінім 80-ге шейін ешкім құлды ұстамайды дейді. 80-дегі құл кімге керек? 50-60-нан кейін құлды азат етіп жібереді, ол іске жарамай қалады енді. Іске жарамай қалғаннан кейін азат етеді. 80-ге жеткен құл таба алмадық. Басқа айтатын болмасаңыз, ондай мүмкін емес нәрсе ол нәрсеңіз дейді. Сонда әлгі қария кісі басын сәждеге қойып, «Я Аллахым, жасым 80-ге келді ғой, мені азат етші» деп дүниеден өткен екен дейді. Халайық, Аллағыдай мына өмірден азат етпейінше ешкім бұл өмірден кете алмайды. Ал сол екен, мойныңыздағы құлдығыңызды адалдықпен орындаңыз. Басыңызды сәждеге ризалығыңызбен иіп, оның орнына еш нәрсе сұрамаңыз. Аллағыдай риза болса, жәннатына салады. Риза болмаса, өзі біледі. Бірақ сондай бір нәрсені біліңіз. Сахих Муслимда келеді. Алла тағала айтады екен. Қайсы бір адамның жүрегінде қылдайда иман болатын болса, мен оған дозақты арым еттім деп. Сондықтан, егер жүрегіңізде иман болып, Құдайға деген сезім болса, екі дүние қор болмай өтеді.